менің осы жерге келіп отырғанымның себебі де үкімет. Өйткені мен үкіметтен, үкіметтен инвалидность сұрадым, бермеді. Атаулы көмектен қағылып, мүгедектігін рәсімдей алмай жүрген Бақытгүл Ғибадатқа аудандық әкімдік қандай жұмыс ұсынды? Маған тіпті Көкшетаудың жаңа Қазақ газетінің редакторының өзі звондады. Сізді бізге жұмысқа жіберіпті, бірақ Қазақ газеті деген ауада ғана, оның тіпті жұмыс орны да жоқ. Ал ұзақ уақыт жауаптан жалтарып келген әлеуметтік медициналық сараптамалық орталығы Бақытгүлге қатысты қандай шешім шығарды? Бақытгүлдің басты мәселесі шешіле ме? Сәлден соң көрсетеміз. Жалпы жағдайыңыз қалай? Жалпы жағдайым жақсы, шүкір. Денсаулығыңызға байланысты сұрасам? Денсаулығыма байланысты сол бұрынғыдай жақсы бәрі. Жақсы, Қарғалы ауылының әкімшілігі не деді, не істеді? Мен ауыл әкімдігіне бардым, маған арнайы өздері кабинет жасап жатыр екен, әлі ремонтталып жатыр, көрсетті. Сол құжаттармен жұмыс жасайсыз деді. Демек, жұмысқа былайша айтқанда орналастыңыз. Иә, орналастым. Приказ шықты, бұйрық шықты, келуіңіз керек деп айтып жатыр. Сол. Құтты болсын жұмысыңыз. Рахмет. ФТЭК-тен ешқандай хабар болған жоқ? Жоқ, ФТЭК-тен жаңа өткенде келіп кетті ғой. Айтты ғой, құжаттардың барлығын жинау керек деп 088-ге. Содан мен барлық анализдерді тапсырдым. Жаңа эхокардиография бәрін жасадым. Барлық специалистерден өтіп, бүгін құжаттарды бердім. Енді оны четверг күні онлайн түрде жібереміз. Содан кейін жауап 10 күннен шығады деді. Демек, Иә. Қазір карантинге байланысты онлайн қабылдайды екен ФТЭК. күтеміз. Осы бейсенбі күні азанда 9-да жібереміз. Қарғалы ауылының әкіміне, орынбасарына біз хабарластық, студиямызға шақырдық. Бірақ қандай да бір себептермен келе алмады ол кісілер. Ең бастысы жұмысқа орналастыңыз, жұмысыңыз бар. ФТЭК-тің жауабын енді күтеміз. Иә, күтеміз. Балапандарыңыз осы жерде жүр? Осы жерде. Қыздарыңыз шақырайықшы? Шақырайық. Келді. Қазір бізде Қарғалы ауылының әкімінің орынбасары Бауыржан Мырза бізде байланыста. Бауыржан Мырза, амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Бауыржан Мырза. Уалейкум салам. Сізбен байланысып отырғанымызға біз қуаныштымыз. Маған расында да жақсы жаңалық болды. Біздің кейіпкерімізге Бақытгүлге, яғни жұмыстың табылғаны. Қандай жұмыс ұсындыңыздар, не жұмыс істейді, не істейді енді бұл кісі? Бақытгүл ханым 2 шілдеден бастап жұмысқа қабылданды. Бізде әкімшілікте отырады, әкімшіліктің маратында жаңа шаруашылық кітаптар бар, соны толтырады. Жұмыс уақыты нешеден басталып, қай уақытқа дейін? Жұмыс уақыты негізі 9-дан сағат 1-ге дейін, сосын 1-ден 2:30-ға дейін түскі үзіліс, 2:30-нан 6-ға дейін. Жақсы. Айтпақшы, қыздардың мәселесі не болады? Бұл қыздарды қазір балабақшаға орналастыра алмаймыз, бірақ алдағы уақытта... Бақытгүл ханыммен сөйлескем, алдағы уақытта жаңағы қазір енді карантинге байланысты бізде балабақшалардың бәрі жабық. Бірақ ол Бақытгүл ханымға өзінде түсіндіріп айтқан, жаңа балабақшалар ашылса, балаларын балабақшаға орналастыруға көмектесеміз деп. Керемет, керемет. Демек, алдағы уақытта Бақытгүл атаулы әлеуметтік көмекті ала алады, иә? Атаулы әлеуметтік көмек, ол жаңағы біздің арнайы мамандарымыз бар. Жаңа кіріс, шығыс құжаттарын бәрін тексереді, бәрі талаптарға, заң талаптарына сәйкес болса, ол кезде атаулы әлеуметтік көмекті алады. Жақсы. Бізде енді кейіпкерлеріміз бар. Қазір Еркінбек, не сұрағыңыз? Ассалаумағалейкум, Бауыржан ғой, зам әкім ғой. Өткенде мен тақырыбымызда Бауыржан зам әкім келді ғой, Қарғалының әкімі. Телефонда аламай қойып еді, мен көрермен болып жүрген кезінде. Бақытгүлге айтты ғой бір сөзінде. Оқыған көз ашық азамат ғой, бірақ қатты айтсам ренжімесін деп біріншіден айтам. Ол сөзін ащы да болады, тұщы да болады.
нарада келді да сөзінің аяқ жағында келіп айтады, жыламаған балаға емшек қайда деді. Сонда біз журналистердің алдына келіп 19 миллион халықтың алдына келіп жылап еңіреп сөйтіп жүрсек қана көмектесесіздер ме? Ұят қайда сіздерді, оқыған азаматысыз, білдей. Сол жағына жауап беріңіз, өз сөзіңізді өзіңіз. Енді ол мәселе, ол тек қана журналист емес, ол кісі Бақытгүл ханым, тек мен осы журналистерге шықпасам менің алдыма кемеліңдер деген сияқты әңгіме айтты. Ол мәселе ол жерде енді әркімнің өзінің өмірі өзі жүгіру керек, дұрыс па? Ол өмір болған соң бәріміз өмірмен арпалысып, өзеннің ағысында қалып қалмай бәріміз жүгіруіміз керек. Бәріміз адамбыз. Бәріне есікті әрқашан есік қағып жүгірмесең ешкімге еш нәрсе бермейді. Дұрыс айтасыз. Тірі адам болғаннан кейін тіршілік жасау керек. Шын мәнінде өзің жүгірмесең, өзің қажетіңді жасау үшін өзің кіріспесең, ешкім саған жәрдем бермейді. Иә, жыламаған балаға тамақ жоқ. Бауыржан мырза, сізге көп рахмет. Айтқан уәделеріңізді орындадыңыздар. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтармен тағы да хабарласамыз деген ниеттемін, ойдамын. Аман болыңыз, сізге тек сәттілік тілейміз. Деніңіз сау болсын. Жақсы, сіздерге де аман болыңыздар. Жақсы, аман болыңыз. Рахмет. Бақытгүл, бүгін сізді кім іздеп келіп отыр? Бағдарламадан көріп кәсіпкер кісі іздеп келіп отыр екен. Ортамызға шақырайық. Кәсіпкер Жанат Алтынғадысұлы. Келіңіз. Амансыз ба, ассалаумағалейкум. Жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Қош болдық. Жанат мырза, біздің бағдарламаға жалпы Бақытгүлді өзіңіз бағдарламамызды көріп, содан кейін жағдайын көріп, содан кейін келіп отырсыз. Қандай кәдемен келіп отырсыз деп сұрайын ба? Рахмет. Ең әуелі, мынау биылғы жыл жалпы адамзат баласына бір сондай ауыр жыл болып жатыр. Біріншіден, осы ет жақындарынан айырылған барлық қазақ еліне, қазақстандықтарға қайғыра көңіл айтқым келіп отыр. Студияның эфирді пайдаланып. Сонымен қатар, осы студияға келуіме себепші болып отырған мына Бақытгүл қарындасымыз. Бұл кісінің жағдайын ғаламтордан көзім шалып қалды. Содан жалпы ойланып жүрген едік өзімізде, кішкене қол ұшымызды берейік деп. Сол бірнеше күннің алдында осы ұжымның журналистері хабарласып, өздері келіп, осы жағдайды түсіндіріп, осы бағдарламаның продюсері Айбек деген жігіт хабарласты. Аға, сізге бір шаруамыз бар еді, сөйлесейік деп. Сонымен кешкісін жолықтық бірнеше күннің алдында. Осы Бақытгүлдің жағдайын егжей-тегжейлі түсіндірді. Жаңағы біраз кәсіпкер ағаларымызға айтқан екен, ол кісілерден нәтиже болмады, осындай деп жағдайын түсіндіргеннен кейін біз де бейжай қалмадық, қол ұшымызды беруге келісіп, сонымен Бақытгүлдің өзімен хабарласып, өзіне барып танысып, кішкентай мына қыздарын көріп, өзімде 4 баланың әкесімін. Сонымен жағдайын қарап, пәтер алып беруге шешім қабылдадым. Мынау пәтердің кілті. Иә. Міне Алматы қаласының алыс емес Шамалған ауылынан 4 қабатты үйден 2 бөлмелі пәтер. Осы пәтер сенің балаларыңмен бірге бақытты өмір сүруіңе тілектеспіз, құтты болсын дейміз. Мұңайма, аман бол. Құрмет көрермендер, расында да негізі әрине журналистер, біздер, яғни мен де өзімнің атымнан айтайыншы, біз қашандай интрига жасағанды жақсы көреміз. Бірақ шын мәнінде интриганың да астары бар, ол қызық болсын. Сіздер көріңіздер, тамашалаңыздар, күтіңіздер деген ниетпен жасалады ғой. Бақытгүлге бүгін 2 бөлмелі пәтердің кілтін табыстап отыр. Жанат мырза, сізге көп рахмет расында. Мен де қуанышымда шек жоқ. Бақытгүлдің қуанышын маған біздің редакторларымыз айтқан кезде мен шын мәнінде көзіме жас алдым. Пәтеріңіз құтты болсын. Жаке, сіздер мынау жасап жатқан жақсылықтарыңыз, қайырымдылық осы істеріңіз оңынан болсын, ғұмырлы болсын. Рахмет. Аллам сіздердің
Аллам сіздердің несібелеріңізді, берекелеріңізді мыңдатып, миллион еселетіп қайтарсын деген келеді. Енді жалпы негізі қанша уақыт болды осындай қайырымдылық шарамен айналысып жүргендеріңізге? Енді соңғы өзі жалпы кәсіппен айналысқанымызға 12 жылдан асып бара жатыр. Сол 12 жылдың көлемінде деп айтсақ болады. Аз болса да. Менің білуімше сіздің қарамағыңызда 50 шақты отбасы бар, 50-ден астам отбасы бар. Сіз ол кісілерге ай сайын көмек беріп отырасыз. Сонымен қатар мешіттер және де медреселер бар. Солар жайлы айтып берсеңіз. Енді діни басқарманың мешіттерде имамдар болады, хабарласады, жаңағы ол кісілерге ресми тағайындалған жалақы жоқ қой, сондықтан ол кісілерде хабарласып жатады. Қолымыздан келгенше ол кісілерге де көмек көрсетеміз. Сосын жағдайы жоқ отбасылардан медреселерде оқып жатқан шәкірттер бар, Алматы қаласында қаншама. Сол кісілерге қол ұшымызды береміз, мүмкіншілігі болғанша. Одан қала берді жалпы кәсіпкер жігіттер бар. Бір қоғамдық қорымыз бар өзіміздің атымызда. Сол қоғамдық қордың атынан ай сайын 50-дей семьяға аз ғана болса да азық-түлік жеткізіп беріп тұрамыз тұрақты. Келді. Аллам разы болсын. Жанат аға, Жәке айтыңыз, қазір Бақытгүлден сұрайыншы. Бақытгүл, сіз өзіңіз үйді таңдадыңыз. Сізге сондай мүмкіндік берілді. Бәрекелді. Негізі менің естуімше, менің білуімше, Жанат мырза сізге ұсыныс білдірген дайын үйді алып берейік па, әлде күтетін болсаңыз үй соғып берейік па деп сонда ұсыныс жасады. Ұсыныс жасады, бірақ мен бұл кісі қандай шешім қабылдаса да мен қабылдаймын, себебі маған мүмкіндік беріп отыр ғой. Салып беремін десе де жоқ, үй алып беремін десе де мен екеуіне де келсем, мен таңдайтын құқығымда жоқ, керісінше мен бұл кісіге рахмет айтамын. Осындай жомарттық танытып, кейінгі ұрпаққа үлгі болып атқаныңыз үшін рахмет айтамын, алғысым шексіз. Мен өзіңіз білесіз, осы бағдарламаға соншама қиыншылықпен келдім. Көптеген туғандарым қарсы болды. Бірақ барлығын сиырып қойып, осы 3 қызымның тағдыры үшін, болашағы үшін деп келдім. Сіздің көзіңіз түскеніне маған көп рахмет айтам. Екі дүниеде де жақсылығыңызды өте алмайтын шығармын. Алладан қайтсын, Алла разы болсын. Сонымен қатар сіздерге де көп рахмет, Тахир мырза. Осы Кел татып алайық бағдарламасына алғысым шексіз. Және өзімнің редакторым Айбек мырзаға ерекше алғыс айтамын. Мен деп күні-түні жүгіріп жүрген. Бүгін Бақытгүл кереметтей кілтке, үйдің кілтіне, яғни 2 бөлмелі пәтердің иесі атанып жатыр. Оған әрине себепкер болып отырған біздің Жанат Алтынғадысұлы мырза өзі кәдімгідей көмектесіп, қол ұшын созып, осындай жағдайға жеткізіп отыр. Көп рахмет айтқымыз келеді қазір. Қазір бізде тікелей байланыста Бақытгүлдің әпкесі Гүлмайра қоңырау шалып отыр. Гүлмайра, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Сіңліңіз пәтер алып жатыр, құттықтап қойсаңыз болады. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз, теледидардың дауысын өшіріп тастаңыз. Жарық. Алло, сәлематсыз ба, Тәке мырза, қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман шүкір. Не айтарыңыз бар? Мен мына жерде қуанышыммен бөлісейін деп, Бақытгүлдің әкесі боламын. Мұнда Бақытгүл көп қиналы, бұның бәріне көмектесіп жатқан сіздерге рахмет. Жанат мырзаға алғысымыз шексіз. Мұнда жылап көз жасын жылағанын көргенде бізде де жақта жүрегіміз ауырады. Соғылықтар бәрі көмектесіп рахмет. Және де Жанат мырза сізге көп рахмет. Мұнда осы енді үй алып беріп жатқандарыңызға бұл жақсылықпен сізде тек Алладан қайтсын. Сізге балаларыңызға амандық, бастарыңызға денсаулық тілеймін. Сол енді басқа. Аман сау болыңыздар. Рахмет, көп рахмет. Негізі қазір Гүлмайра ханымның айтып отырған сөзі арасында да бізге Бақытгүл келген кезде жағдайы өте нашар еді. Денсаулығына байланысты тіпті пәтерінен де шығарып жіберген. Басқа пәтер іздеді,
ол жақта да енді біздің бағдарламаны көрген екен, сіздің осындай дертке шалдыққаныңыз бар екен, кешіріңіз, біз сізді қабылдамаймыз деп кіргізбеген. Сол сәттерді ондай еске алсақ. күндерде болды. Мен тіпті пәтерге кіре алмаған кезімде болды. Ауруханадан шыға салып та осындай кедергіге тап болып, орналасып, енді болып өзім одышкамен орналасып, енді болып атсам, маған келіп тұр, жаңағы пәтерден шығуым керек деп. Мен есім алсам, жылағым келеді. Содан кейін амалсыз пәтерден шығуға тура келді. Одан кейін де неше түрлі кедергілерге кезіктім. Осы аурумен ауырғаннан кейін елден де қаншама сөз естідім. Ортамдағы адамдардан да сөз естіп жұғады ма, тіпті алыс жақын туысқандарымнан да, жақындарымнан да ондай сөздер көп болды. Өзім достарымнан да кімнің кім екенін түсінеді екенсің осындай ауру болған кезде. Ал жанымнан табылған адамдар да болды әрине. Ол кісілерге көптен көп рахмет, класстастарыма, сіздерге. Мен осында келген кезде бірінші қорққаным сол болды. Қалай барып отырамын, мені қалай қабылдайды екен, шеттеп тастаймайын ма екен, мені жұғады демей ме екен, мен ғана ауыр болып барам ол жерге деп қорықтым. Бірақ керісінше сіздер мені құшақ жайып қарсы алдыңыздар. Тіпті қатысушылар да менімен бірге бір нанды бөліп жеп, менің ішкенімнен мен керісінше өзім қиналып ішпей тұрсам, жоқ шебер, біз ондай ойламаймыз деп айтады. Сол кезде кәдімгідей іштей қуанатынмын. Ал қазір соның бәрі осы Жанат мырзаның маған үй алып бергенінің өзі мені барлығын ұмыттырып жіберді. Мен сенген жоқпын бұл күнге дейін. Үй аласың дегенді естіген кезде көптен бері ұйықтай алмайтын, таң намазына дейін ұйықтамай, таң намазында намазды 10 минут, 15 минут оқысам да, ары қарай Алладан тілейтін едім. Сіз сияқты жомарт адам маған кездестіре көрші, өтінемін. Осы 3 қызымның несіне кездестірсе екен деп тілейтін едім. Сол тілегім қабыл болды. Ұялатын түні, ұялған түні маған тыныш ұйықтадыңыз ғой, Жанат мырза келген күні мен күшті ұйықтадым. Таң атқанша кәдімгідей оянбастан ұйықтадым. Сол таңертеңгісін мен бүгін бір күшті ұйықтадым-ау дедім. Енді өз үйіме кіруді, өз үйің өлең төсегің дейді ғой. Соны сезінгім келеді өз үйіме. Алла қаласа кіремін, оған да кіресіз. Қасып тұра тұрыңыздаршы. Бірінші балаларым қуанды. Естігеннен кейін бұлар да біз қашан көшеміз, қашан аға келе жатыр ма, бізге үй алып беретін аға келе жатыр ма деп бұлар да телефонмен сөйлескенде естиді ғой. Сол кезде кәдімгідей сұрайтынды, бізге қашан үй береді, мына үйден көшеміз ма, мына үй сондай ыстық, мына үй мынандай деп айтады. Қазір үйіміз қатты ыстық. Таңертеңгісін маған тіпті қиын, мен ауа демала алмай қалған кезде бұлар айтады, мама, бізге қашан 2 бөлмелі үлкен үйде тұрамыз, бұлардың арманы этаж үйде қашан тұрамыз дейтінді. Сол тілегім қабыл болды. Рахмет. Сізге қанша рахмет айтсам да азды. Ереке, қолыңызды түсіріңізші, өтініш сізден. Сіздің жағдайыңызды шын мәнінде біздің кейіпкерлеріміздің арасындағы Жанна ханым өте жақсы біледі. Өйткені сізді үйге кіргізбей қойған кезде, сізді ешқандай пәтер иелері қабылдамай кіргізбейміз, жоқ, сіздің осындай дертке ұшырағансыз деп қабылдамай қойған кезде Жаннаның айтқаны бар, менің үйімде тұрасың, мен сені алып кетемін деп. Айтыңызшы. Мен Бақытгүл, үйің құтты болсын жаным. Мен сені қызым ретінде сыйлаймын. Осы квартирадан қуып жатқанда Бақытгүлге мен айттым, квартирада тұрсам да біздің үйге жүре ғой, біздің дворда да квартира бар дедім. Екеуміз бір үйдің баласындай болып өсіп кеттік. Шынымды айтсам, Жанат мырза, сізге де алғысым шексіз. Алланың нұры жаусын, асырап отқан 4 балаңыздың рахат қызығын көріңіз. Сен де 3 қызыңның бүлдіршіннің рахат қызығын көр. Мына 31 каналға көп алғысың шексіз шығар деп ойлаймын. Денсаулығың мықты болсын. Мұхтар екеуің бақытты ғұмыр кешіңдер. Тек сол енді көз жасың тек қуанышқа ғана шешілсінші деп дейін, бізге де жұғысты болсын жаным. Амин. Еркінбекке беріңдерші микрофонды. Күйдірді ғой, қолын қайта көтере бер. Тізеңізді құшақтамай айтыңызшы, тізеңізді түсіріңіз аяғыңызды. Дұрыстап отырыңыз да айтыңыз. Айтыңыз. Біріншіден мынау Тахир мырза да мынау қазақта айтады, басы қаттының аяғы тәтті болады дейді. Бақытгүл басында қалай келіп еді? Қазір Құдайға шүкір, мынау қазір арты жақсы болып жатыр. Біріншіден мына елімізде мына кәсіпкерлер, сіз сияқты жанадағы, сіз сияқты кәсіпкерлер көп болсын, осындай мұқтаж жандарға, мұқтаж аналарға көмектесетін, қол ұшын беретін. Алладан
сізге екі есе нұр жаусын дегім келеді. Екіншіден тақырыбымызда осы 31-ші телеарнаның Тахир мырза 31 телеарнаның басшысына да және сіздерге редакторлардың барлығына алғысымыз шексіз, шын жүректен. Өйткені біз қарапайым адам, біз неше түрлі нәрсеге өздігімізде қол жеткізе алмадық, мәжбүрліктен осындай жағдайға келіп отырмыз. Бар намысымыз жиып қойып, амал жоғынан келіп отыр. Сіздерге Алла нұр жауздырсын. Рахмет. Қазір бізге Бақытгүлдің құрбысы біздің бағдарламаны көріп қоңырау шалып отыр екен. Есімі Мереке. Мереке, сәлематсыз ба? Алло, саламатсыз. Сәлематсыз, тыңдап отырмыз, не айтарыңыз бар? Мен Бақытгүлдің жақын құрбысы едім. Жаным бақам, сенің қуанышымен жеткім келіп отыр. Бастан бері қиналып келе жатқанда бірде-бір жақының болған мен куәгермін. Мына біріншіден 31-ші каналға, екіншіден Жанат мырзаға Аллах разы болсын. Сіздерге де бұл Бақытгүлдің көз жасын тыйып, нақсап қуанышын бөлісіп жатқандарыңызға, көмектесіп жатқандарыңызға Аллах сіздерден мың еселеп қайтарсын деп айтқым келеді. Жаным бақам, Аллахқа болсын, іші жанға, сырты малға толсын. Сенің әрбір жасың мен үшін көбейеді. Осыдан былай балаларымыз қызығын көріп, бақытты өмір сүріп, еш уақытта мұңайма, жылама. Қазір өзім алғандай қорқып, қуанып тұрып. Мереке, әрине, сіздің де қуанышыңызда шек жоқ екенін біліп отырмын, бірақ ертең үйіне кіргеннен кейін там-той жасаған кезде конверттеріңізді, сыйлықтарыңызды ұмытып кетпеңіздер деп айтып келемін. Рахмет. Көп рахмет. Негізі айтады ғой, оң қолыңмен бергеніңді сол қолың көрмесін дейді, бірақ Жаке, біз сізді шақырып отырғанымыз, студиямызға келіп отырғаныңыздың өзі бұл басқа да жандарға үлгі болсын дегеніміз ғой. Шын мәнінде бұл мақтану емес. Мереке, сіз әлі бізбен байланыстасыз ба? Көп рахмет, аман болыңыз, хабарласамыз. Жақсы. Жаке, енді сіздің жалпы өздеріңіз, сіздердің компанияңыз дейді па, немен айналысасыздар? Бізде бірнеше бағытпен жұмыс жасаймыз. Жаңағы негізгі бағытымыз тігін өндірісі. Жақсы жаңалық, біздің Бақытгүл Ғибадат 2 бөлмелі пәтердің кілтін алып отыр. Оған әрине қол ұшын созып отырған Жанат мырзаға біз алғысымыз шексіз екен тағы да айтқымыз келеді. Жаңа енді әңгімеміз аяқталмай қалды. Жаке, жалпы сіздердің кәсібіңіз, жұмысыңыз? Біздің негізгі кәсібіміз тігін өндірісі. Арнайы киімдерді тапсырыспен тігеміз. Кез келген тапсырысты тіге береміз. Сонымен қатар аяқ киім өндірісі бар. Жаңағы құрылысшыларға, нефтяниктерге, кез келген арнайы жұмыс істейтін жұмысшыларға арналған аяқ киім тігеміз. Сонымен қатар оның жеке қорғану құралдары дейді ғой, СИЗ деп айтады. Соны сатамыз. Сосын қосымша өткен жыл Австралиядан 1000 бас ірі қара малын әкелдік. Соны өсірудеміз, асыл тұқымды ірі қара малдары. Киім демекші, менің қазір есіме түсіп отырғаны, 2017 жылы бізде Қазақстанда универсиада өтті. Сол универсиаданың, мен өзімде сол жерде жүргізуші болдым. Сол киімдер сіздердің зауыттарыңыздан, біздің Алтын жұлдыз компаниясынан шықты. Біз толығымен қамтамасыз еттік. Мемлекеттік тендер. Сапасы әлі жақсы, сапасы керемет расында, мен әлі күнге дейін үйімде сақтап қойғам. Әр жыл сайын қыста мен сіздердің киімдеріңізді киіп жүрмін. Сонымен қатар жаңағы Австралиядан алып келген 1000 бас ірі қара ангус деген сиырымыз бар, сиырларымыз бар, соны өсіріп жатырмыз. 1000 бас деп отырсыз. Жанат мырза, қазір бізге мыңдаған көрермендер қоңырау шалып отыр. Көрермендерді біз байланысқа қосуға міндеттіміз. Қазір бір көрерменіміз қоңырау шалып отыр екен. Алло, сәлематсыз ба? Бақытгүлге айтар бар екен. Алло, қайырлы күн. Алло. Сәлематсыз, тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім? Қай қаладан қабарласып отырсыз? Алло. Мен саламатсыздар ма, Тахир балам? Сәлематсыз, Бақытгүл. Есіміңіз Бақытгүл. Қанша кел татуласайық программасын басталғалы бері көріп келем. Өте ұнайды.
талай адамға көмек беріп жатсың тақырыбыға. Алла Құдай сенің алдынан шығарсын. Одан кейін айтарым мына Бақытгүлге, менен аттас екен, бүгін осындай көмек көрсетіп, мына кәсіпкер бала күйеуің басына сыйлап жатыр екенсіңдер. Үлкен рахмет, жасың ұзақ болсын айналайын. Жаке, өзіңіз естіп отырсыз, біздің қазір толассыз қоңыраулар, қаншама хат жазып, смс жазып отырған біздің көрермендеріміз сізге алғыс айтып жатқандар өте көп. Алла тағалам қабыл етсін деген келеді. Әмин. Сонымен 1000 бас ангус. Аверден ангус деген ірі қара малымыз бар, соны өсіріп отырмыз. Одан кейін асыл тұқымды қой бар, Романов қой дейді. 1745 жылы Ресейдің князь Романовтың ойлап тапқан қойы, соны өсіреміз, 1000 бастан астам. Одан кейін Жамбыл облысында, Жамбыл ауданында Алматы облысы, Ұзынағаш қаласында 60 гектар алма бағымыз бар. Ең соңғы технологиямен интенсивтік сат дейді ғой енді. Сонымен өсіріп жатырмыз. Шетелдік Италияның тұқымы. Осы бағымызды ауыл шаруашылық министрі өзі келіп ашып кеткен, Сапархан ағамыз. Сонымен қатар құрылыс заттарын көтерме бағада офтым дейді ғой, сондай сатамыз. Енді расында да қазіргі таңда жұмыс табу өте қиын. Енді сонда бір қиын-қыстау замандамыз ғой. Егер де сіздерге жұмыс сұрап баратын болсақ, мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Әрдайым есігіміз ашық. Қазір мысалы бірнеше шаруа бар ғой, соны алмаға мысалы шөптеуге, алмағаштың түбіне шөп өседі, соны шөптеуге жұмысшы таппай отырмыз қазір мысалы. Мен қазір естімей отырмын, кішкене сәл тынышталайықшы. Демек, жұмысқа орналасуға болады? Жұмыс орны қазірдің өзінде бір 100-150 адамға жұмыс орны бар. Қандай мамандар керек? Не істеу керек? Бізге негізгі маманның көп қажеті жоқ, разнорабочий дейді ғой. Жай жұмыс істейтін ниеті бар адам болса болды, біз көрсетеміз, қандай жұмыс істеу керек екенін. Яғни өзіміз үйретеміз, өзіміз көрсетеміз. Біздің жұмысшылардың көбі, мысалы тігін цехында жұмысшыларымыз 3 мезгіл тамағымен қамтамасыз етілген, сонымен қатар жататын орны бар. Ол жерде 300 адамға орын бар. Қазір бізде шамамен 150 адам жұмыс істеп жатыр. Әлі 150 адамға орнымыз бар. Тігін тігемдеушілер болса, осы бағдарламаны пайдалана отырып шақырамын. Жұмысқа шақырамыз. Алмабақта жаңағы Ұзынағаш қаласында Алмабаққа жұмыс 70 адам жұмыс орны бар, 70 адамға. Оған келіңіздер. Мынау Еңбекші Қазақ ауданында сиыр шаруашылығы деп отырмын ғой. Сол жерге кемінде бір 15 адам керек болады. Енді қазір жұмыс істеп жатқан адамдар бар. Ауысым мақсатында жаңа. Бәрекелді. Болады, жұмыс істеуге. Жанар, не айтасыз? Нақты қысқа нұсқа. Саламатсыз ба? Мысалы, ана жерде жұмыс қаламын деп отырсыз ғой, Өзбекстанның документі бола бере ма сіздерге? Қазақстан азамат керек па негізі? Негізі болады. Өйткені жаңа тіркеуіңіз бар ғой. Уақытша тіркелген тіркеуіңіз болса, бола береді, рахмет. Соны ең бастысы қолыңыздан жұмыс келетін болса, ерінбесеңіз, ерте тұрып жұмысқа кіріссеңіз, ең бастысы сол нәрсе. Не болды, Ержан? Жылдам. Бұл жерде бірінші Аллаға рахмет, екінші бағдарламаға рахмет, үшінші аға сізге рахмет. Сіз сияқты байларды өте қатты жақсы көремін. Сүйем сіз сияқты. Бақытгүлге айтарым, Бақытгүл енді Құдайға шүкір алдын, ана 700 мың теңгені алмағаныңа рахмет айт. Мені баспаналы болдың, жаңа күйеуіңмен табыстың. Енді сені жаңағындай бала тусаң да болады, өзің білесің ғой бірақ. Ержан, бол, рахмет. Қалжыңға айналдырудың қажеті жоқ? Жоқ, мазақ емес, мен тілек айтып жатырмын. Бақытгүл, қысқа нұсқа. Денсаулығыңа қара, өмір алда. Бұл баспана деген саған денсаулық болмайды. Өзіңді көт, жұмысыңды істе. Мен саған бақыт тілеймін. Құран оқып палау бас, біз шақыр. Бол, рахмет. Бақытгүл, Жанат мырзаға айтарыңыз бар ма? Жанат мырзаға әрине алғыстан басқа айтарым жоқ. Қанша алғыс айтсам да артық етпейді. Күніге сізге алғыс айтам, сіздің тек тілеуіңізді тілейтін болдым.
Рахмет. Менің орнымда кез келген қазақтың азаматы болса, саналы жігіттер көмектеседі ғой, енді қолында бар. Сізге творчестволық табыс тілеймін, істеп жатқан еңбегіңіздің тек жемісін көріңіз. Рахмет, әмин айтқаныңыз келсін. Қазір Жанат мырза, менің түсінуім бойынша қазір сіздер құжат рәсімдеуге барасыздар, Құжат, біз жаңа задаток дейді ғой, алғашқы жарнасын беріп қойдық үйдің. Енді нотариус істейтін болса, бүгін құжаттарын қолына алады. Ол жағынан бізде қазір жерден беруге тырысамыз. Жеке негізі өзіңіз жасаған жақсылығыңызды жария еткіңіз келмейтін азаматтардың бірісіз. Біздің түсінуіміз бойынша біздің редакторымыз, былайша айтқанда Айбек, сізді эфирге шығуыңызға, эфирге келіңіз деп әрең көндірді. Біз енді жалпы жарнаманы өзім жақсы көрмеймін, солай тәрбиелендік. Жалпы не дейміз енді, бірінші сіздер бұл Бақытгүлге баспаналы болуына ең бірінші себеп сіздер болып отырсыздар ғой. Сіздер хабарласпасаңыздар, сіздер дүйім жұртқа Бақытгүлдің жағдайын жария етпесеңіздер, біз таныр ма едік, бір көрер ме едік, мысалы Бақытгүлді. Ең бірінші осы 31-ші арнаның ұжымына, сосын продюсер жігіт Айбекке, бұл жігіт қолқа салып қоймады, эфирге шығыңыз, көрініңіз деп. Жалпы жарнаманы жаным сүймейді, өзі бір жігіттер болады, кішкентай нәрсені жасап, соны жарнамалауға тырысып, сөйтіп жүгіріп жүреді да, бір нәрсе болса оң қылып көрсетуді не қылады. Енді шақырғаннан кейін, шақырған жерден қалма дейді, сонымен келіп отырмыз. Жанат мырза, сізге көп рахмет, мынау жасап жатқан осы игі ісіңізге, өзіңізге 1000 есе болып қайтсын деп айтқым келеді. Әмин. Жақсы күндеріңіз көп болсын, берекесін, несібесін Алла тағалам 1000 еселеп өздеріңізге қайтарсын. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Бақытгүл, үйіңіз құтты болсын. Енді қоныстойға міндетті түрде біз өзіміздің бір сыйлығымызбен келеміз. Қазір мен онда құрметті көрермендер, құрметті біздің студиямыздың кейіпкерлері, мен Жанат мырзаға тағы да бір рет өзімнің атымнан, өзімнің отбасымның атынан, жалпы біздің бағдарламаның атынан, біздің телеарнаның атынан 1000 алғыс деп айтқым келеді. Көп рахмет ал. Көп рахмет сізге. Нағыз азаматсыз. Көп рахмет, мен сізді студиядан шығарып салуға. Ай, бәрекелді. Осындай азаматтарымыз көп болсын, осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Жомарт жандардың өздері хабарласып, біздер енді іздестіріп, қолдан келгенше бар мүмкіндікті пайдалануға тырысамыз. Сондай жомарт жандардың бірі жаңа келіп үйдің кілтін, есімі Жанат. Жанат мырзаға алғысымызды білдіргіміз келеді. Біздің кейіпкеріміз Бақытгүл бүгін 2 бөлмелі пәтерге үйге ие болып отыр. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалып отырған біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Күлтай ханым Алматы қаласынан қоңырау шалып отыр екен. Сол кісімен сөйлесек. Сәлематсыз ба? Мен Алматы облысы Нарынқол ауданы Көміршіден Күлтай Дәркембаевамын. Сіздерге тұрақты көрерменмін. Бәрекелді. Ержан. Мен сіздердің тұрақты көрермендерім, сіздердің бағдарламаларыңызды көріп, неғып отырам, жаңашырлық жасап отырам көбінесе. Жаңағы қызғалдақ, бәріне көмектесіп жатқан жаңа кәсіпкерлерге рахметімді айтам. Бақытгүл, сенде мойыма, неғыма, барлығын неғып тастап мынандай бағдарламаға шығып отырғаныңа мықты деп ойлаймын сені. Жаңағы қыздарға да айтарым сол, мен жаңа кәсіпкерге айтқаным сол, бәріне осындай не ашып отырғаныңызға, көмек беріп отырғаныңызға. Мен бізде сіздердің неңізді сұраймыз, біз енді бұндай көмек сұрамайын, просто жаңағы жұмыс жағынан. Ол жайлы біздің редакторлармен қазір сөйлесіңіз. Не істеу керек, оның барлығын сізге біздің редакторларымыз түсіндіреді. Көп рахмет, біздің бағдарламамызды көре беріңіз. Алғысымыз шексіз. Бақытгүл, мен сізді шын жүректен құттықтаймын.
біздің бұл негізі менің жасаған жетістігім, менің жасаған тірлігім емес. Менің жанымда біздің продюсерлеріміз бар, режиссерларымыз бар, біздің редакторларымыз бар. Өзіңіздің редакторыңыз Айбек, Айбек, Айбар, Назерке, Алтын, Айдос, барша. Енді біз үлкен бір ұжым болғаннан кейін мен бүткіл келген жақсы сөздерді, мақтауларды, мадақтарды барлығын мен өзімнің жанымда жүрген ұжымға жолдағым келеді. Бұл негізі біздің администраторларымыз да бар мына жерде. Аида, біздің звук, дыбыс режиссерларымыз, біздің операторларымыз, бұның барлығы, Гүлшахра бар. Бұның барлығы біздің ұжымның жасағаны. Сонымен қатар біздің жомарт жандар, кәсіпкерлер, ол кісілерге де алғысымыз шексіз. Менің де алғысым шексіз. Барлық ұжымға, осы Кентау саяқтың сырттағы ұжымға, теледидардан көп көріне бермейтін, бірақ сырттағы еңбектер жана берсін ол кісілердің. Бойцы невидимого фронта дейді ғой. Бақытгүл, әрине алғысыңызды айтасыз қазір бағдарламадан кейін. Бізге қараңыз, жолдасыңызбен табыстырдық. Жұмысқа орналастырдық, пәтерге үй алуыңызға себепкер болдық. Енді мүгедектігіңізді рәсімдеу ғана қалды. Солай ғой? Ол да шешіледі? Алла қаласа. Бұйыртса. Қуанышыңызға ортақпын. Әзірше орныңызға мен сізді жайғастырғым келіп отыр. Әй ботақандар! Жаным.